Саламатсыңдар ма балалар? Қазір бізде математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы өнімділік. Сабағымыздың мақсаты қандай? Бүгін біз не үйренеміз? Бүгінгі сабақта балалар өнімділікке берілген есептерді шығаруды үйренеміз. Алдымен балалар, мынандай практикалық жұмыс тапсырғым келіп тұр. Барлығымыз 3 топқа бөлінейік. Қолымызға қағаз алайық. Кез келген қағаз. Ал енді 2 минут уақыт беріледі сіздерге. Бірінші топ қағаздан ұшақ жасаймыз, екінші топ қағаздан кеме жасаймыз, үшінші топ қағаздан гүл жасаймыз. Қане, әр топ осы минут ішінде қанша ұшақ, қанша кеме, қанша гүл жасап шығарады екен? Олай болса, іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Қане, қанша уақыт жұмыс жасадыңдар? Кім осы уақыт ішінде неше ұшақ жасады, неше кеме жасады, неше гүл жасады? Мен 2 минут ішінде бір-ақ қана зат жасадым. Ал сендер ше? Осы уақытта қанша зат жасадыңдар? Бұл жасалған заттардың көлемін не деп атайды деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бұның аты жұмыс. Қандай жылдамдықпен жасадыңдар? Осы жасалған жұмыстың жылдамдығын не дейді? Жарайсыңдар. Өнімділік деп атайды. Балалар, енді бір мына экрандағы суретке назар аударайық. Суретте балалар берілген. Суреттің төменгі жағында мамандықтар. Балалар, жақсылап тұрып ойланып, кім жылдам есептеп шығарады екен? Қанша уақыт кетеді екен сендердің осы есепті шығарып, кімнің қандай мамандық таңдағанын білу үшін уақытқа есептейік. Кім қанша уақытта есептерді шығара алады екен? Кәне, іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің орнымша сіздер барлықтарыңызда жылдам есептеген сияқтысыңдар. Ал енді кәне, Әлия кім болады екен? Қандай мамандық таңдады екен? Жарайсыңдар. Әлия дәрігер болам деп екен. Айдана ше? Айдана мұғалім болам деп екен. Өте жақсы. Бауыржан суретші болам деген екен. Арман ше? Арман аспазшы болам деген екен. Ал Болат полиция қызметкері болады екен. Өте жақсы балалар. Қандай тамаша жұмыс жасадыңдар деген ойдамын. Балалар, ал енді мына бір ережені еске сақтап қалыңдар. Белгілі бір уақыт ішінде жасалған бөлшек саны жұмыс деп аталады. Жұмыс жылдамдығын өнімділік дейміз. Өнімділік уақыт бірлігі ішінде орындалған жұмыс. Есіңе сақтап қал. Әрбір заттың формуласы бар. Яғни өнімділікті V әрпімен белгілейміз. Уақытты T әрпімен белгілейміз. Ал жұмысты А әрпімен белгілейміз. Балалар, жақсылап тұрып назар аударып қараңыздаршы. В әрпіменен тағы да не белгіленеді? Есімізге түсірейік. Қай тақырыптан өткен едік? Жарайсыңдар. Жылдамдық, уақыт, қашықтық тақырыбында өткен болатынбыз. Жылдамдықты В әрпімен белгілейтінбіз. Шатастырып алмайық. Тағы да В әрпімен нені белгілейміз? Дұрыс айтасыңдар. Геометриялық фигураның көлемін тапқан кезде біз В әрпімен белгілейміз. Ал Т әрпімен өте жақсы. Т әрпімен жылдамдық, уақыт, қашықтық тақырыбында да уақытты Т әрпімен белгілейтін едік. Өте жақсы. Осы формулаларды бір-бірімен шатастырып алмайық. Есімізде сақтап қалайық.
Ал балалар, өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Ал жұмысты табу үшін өнімділікті уақытқа көбейтеміз, балалар. Ал енді уақытты табу үшін дұрыс айтасыңдар. Жұмысты өнімділікке бөлеміз. Тамаша, балалар. Естеріңізде сақтап қалыңдар. Ал енді осыған байланысты есептер шығарып көрейік. Кәне, алдарыңызда кесте берілген. Осы кестеде берілген есептерді шығарып көрейік. Кәне, шебер. Шебер 15 бөлшек жасалған екен 8 сағатта. Ал қанша жұмыс кетті екен? Қанша? Қане? Дұрыс айтасыңдар. Жұмысты табу үшін не істейміз? Жұмысты табу үшін өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Өте жақсы, тамаша. Келесі шебердің шәкірті. Шебердің шәкірті 7 өнімділік 4 сағатта жасапты екен. Ал жұмыс белгісіз. Қанша? Жұмысты табу үшін не істейміз? Өте жақсы. Жұмысты табу үшін уақытты өнімділікке көбейтеміз. Тамаша. Ал енді тігінші көйлек тіккен екен. Оның ішінде 48 көйлек тікті екен. 48 көйлекті 3 күн бойы тіккен екен. Сонда қанша көйлек тікті? Қане? Өте жақсы. 16 көйлек. Ал енді ол қалай есептеп шығардық? Өнімділікті табу үшін не істеуші едік? Жарайсыңдар. Жұмысты уақытқа бөлеміз. Ал келесі. Металл жонушы. Металл жонушы 96 бөлшекті 3 күнде жасаған екен. Ал енді қанша бөлшек жасаған екен? Жарайсыңдар, 32 бөлшек. Ол қалай шықты? Қалай есептеп таптық? Тамаша. Өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Келесі. Мәтін теруші. Мәтін теруші 36 бетті 12 бет қанша уақытта жазып шығарды? Қане? Өте жақсы. 18 минутта теріп үлгерген екен. Оны қайдан білдіңіздер? Себебі уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлген екенбіз. Тамаша. Өте жақсы, балалар. Түсінікті болды ма? Жарайсыңдар. Балалар, келесі мынандай тапсырма. Зауытта 14 күн ішінде әр күні бірдей мөлшерде жасай отырып 560 кір жуғыш мәшине дайындайды. Зауыттың өнімділігі қандай? Егер оның өнімділігі 2 есе артық болса, дәл осындай мөлшердегі кір жуғыш мәшинені неше күнде жасайды? Қане енді барлығымыз бірге отырып есептейік. Алдымен есептің шартын жазайық. А, яғни жұмыс. 560 кір жуғыш мәшине. Қанша уақытта жасады? 14 күнде. Т14. Ал енді В1, яғни ол не нәрсе? Өнімділік белгісіз. Бірінші өнімділік белгісіз. Екінші өнімділік одан 2 есе кем. Ал уақыты белгісіз. Шешуін табу үшін не істейміз? Әрине, 560-ты 14-ке бөлеміз де
қанша қыр жүгіш машина шыққанын тауып аламыз. Сонда 560-ты 14-ке бөлген кезде қанша болды? Әрине, 40, яғни 40 кір жуғыш машина шықты. Келесі 40-ты 2-ге бөлеміз де, екінші кір жуғыш машинаны тауып аламыз. Сонан соң 560-ты 20-ға бөлеміз де, қанша күнде жасалғанын тауып аламыз. Яғни қанша күнде жасалды? 28 күнде. Яғни жауабы неше күнде жасалған екен? Өте жақсы. 28 күнде жасаған екен. Есеп түсінікті болды ма? Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша, сендерге есеп өте жақсы, түсінікті болған сияқты. Балалар, ал енді мынандай білеміз турнир ойнап көрейік. Сонымен жұмысты табу үшін не істейтін болдық? Жұмысты табу үшін не істейтін болдық? Өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Өте жақсы. Өнімділікті табу үшін не істейміз? Өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Жарайсыңдар балалар. Ал уақытты табу үшін не істейміз? Уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, тағы да бір есте сақтар үшін шағын ғана бір есеп шығарып көрейік. Кәне ойланайық. Кондитер 12 торт дайындайды. Күніне 12 торт дайындайды. 5 күнде қанша торт дайындайды деп ойлайсыңдар? Кондитер күніне 12 торт дайындайды. 5 күнде қанша торт дайындайды деп ойлайсыңдар? Қане, қалай есептеп шығарамыз? Өте жақсы. 12-ні 5-ке көбейтеміз. Сонда қанша торт дайындайды екен? Ойланып көрейік. Есеп түсінікті болды ма? Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша, есеп сендерге барлықтарыңа түсінікті болған сияқты. Ал олай болса, үйге тапсырма жазып алыңдар. Оқулықтың 80-ші бетіндегі номер 9-шы есепті орындаймыз. Жақсы. Сабақ түсінікті болса, келесі сабақта кездескенше сау, сәлематта болыңдар.